Саламатсыздар студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы көмірсутектердің галоген туындылары. Сабақтың жоспары галоген туындылардың жіктелуі, галоген туындылардың номенклатурасы, изомериясы, галоген туындылардың алынуы, галоген туындылардың химиялық және физикалық қасиеттері, галоген туындылардың жеке өкілдері және қолданылуы, сонымен қатар пайдаланылған әдеби. Галоген туындылар. Көмірсутектердің галоген туындылары құрамында көміртек пен сутек атомынан бөлек бір немесе бірнеше галоген атомдары фтор, хлор, бром, йод болатын органикалық қосылыстар. Олар қаныққан алкандар, қанықпаған алкендер, алкиндер, ароматты көмірсутектерден алынуы мүмкін. Галоген көмірсутектердің ішінде галоген алкандар бөлініп қарастырылады. Галоген алкандар молекуласында галоген атомы бар алкандардың туындылары. Галоген алкандардың ең қарапайым өкілдері хлорметан, бромметан, хлоретан және брометан. Молекуласындағы галоген атомдарының санына қарай моногалоген алкандар, дигалоген алкандар және т.б. болып бөлінеді. Сондай-ақ бірнеше галогені бар қосылыстар үшін полигалогені алкандар деп жалпы термин қолданылады. Қос байланыстардың болуына болмауына қарай қаныққан және қанықпаған галоген алкандар болып бөлінеді. Қаныққандардың ішінде винил галогениттер ерекше бөлінеді. Бұл галогенді қос байланыстың дәл жанында орналасқан галоген алкандар. Галоген туындылардың номенклатурасы галоген алкандардың жүйелік атауы алкандардың атауы сияқты құрылады. Бірақ галоген атомы нөмірмен көрсетіліп, негізгі тізбектің атауынан бұрын атап өтіледі. Яғни екінші хлор, бутан. Галогендер функционалды емес орынбасарлар болып саналады. Сондықтан тізбекті нөмірлеу кезінде оларға ең төменгі басымдылық беріледі. Олар функционалды топтардан, қос байланыстардан және көміртек радикалдарынан төмен орналасады. Химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, олар сілтілі гидролизденеді. Судағы ерітіндісіндегі сілтілермен әрекеттесіп тұздар түзеді. Соның екінші гидрогалогендеу. Алдыңғы реакциядан айырмашылығы, бұл реакцияға сілтілі спирт ерітіндісінде қолданылады. Су қатыспай сілтілердің спирттегі ерітіндісі арқылы әрекеттесіп, одан қаныққан алкандардан қанықпаған алкандар және Биурус реакциясы сілтілік металл галоген атомдарын өзіне тартады, ал көміртек қалдықтары бір тізбекте бірігеді. Сосын Фридел-Крапфт реакциясы. Галоген алкандар алкилдеуші агент ретінде кең қолданылады. Оларды пайдаланып бензолды алкилдеуге болады. Аминдер алу. Сондай-ақ галоген реакция екі кезеңге жүреді. Бірінші кезеңде аммиакпен әрекеттесу жүреді. Амин тобы галогенді ауыстырады, бірақ аминдер негізді қасиетке ие болғандықтан нәтижесінде алкил аммоний түзіледі. Енді дигалоген алкандарда, яғни екі галогенді алкандар болып келеді. Бұлар молекуласында екі галоген атом бар алкандардың туындылары. Дигалоген алкандар ерекше қасиеттері галоген атомдарының молекулада бір-біріне орналасуына байланысты бөлінеді. Яғни геминалды дигалоген алкандар және вициналды галоген алкандар болып. Химиялық қасиеттері дигалогендеу. Вициналды галоген алкандарды цинкпен өңдегенде галоген атомдары бөлініп шығып, нәтижесінде алкендер түзіледі. Екінші молекула ішіндегі вирус реакциясы. Бұл жерде галоген атомдары бір-бірінен алыс орналасса, олардың бөлінуі цикл түзілуімен жүреді. Алынуы галоген алкандар жоғары реакциялық қасиеттеріне байланысты органикалық синтезде жиі аралық өнім ретінде қолданылады. Кәдімгі жағдайда синтез алкандардан басталады. Себебі олардың табиғи шикізаттан, яғни мұнайдан, табиғи газдан алу оңай. Бірақ алкандар өздері өте инертті қосылыстар болғандықтан көп нәрсеге жарамайды. Ал бірақ олар галогенденуге жақсы бейім. Сонда алкандардан галоген туындылар түзіледі. Олар кейінгі синтез
кезеңдерінде қолданылады. Яғни алкандардан галоген алкандар, сосын басқа қосылыстар алынуға болады. Қолданылуына келетін болсақ, қолданылуы галоген туындылары өнеркәсіпте және органикалық синтезде кең қолданылады. Алкил және арил галогениттер орын басу, сосын элиминация реакциялары және Гриниар реагенттерін алу үшін бастапқы зат ретінде қызмет етеді. Хлор мен фтор қосылыстары пластмассаны өндіруге пайдаланылады және винил хлорид, яғни ПВХ алу үшін поливинил хлорид пластиктер, мысалы сол сияқты, сосын тетрафтор этилен, яғни тефлон жасауға болады, емалдар жағындай қаптауға. Сосын дихлор метан және хлороформ еріткіш сияқты органикалық еріткіштер алуға болады. Аладагендер, яғни тоңазытқыш техникасында қолданылады. Фармацевтикада тағы басқа дәрілік заттар жасау үшін қолданылады. Пайдаланған әдебиеттер, назарларыңызға рахмет.